Неге сен мақсатыңа жетпейсің? Өйткені сенің нәпсің сенің мақсатыңнан өте жоғары. Мақсатқа жету үшін мен қазір мысал келтіріп кетемін. Сол мысалға қарай сіздер өздеріңізге анализ жасаңыздар. Мысал, саған артық салмақты тастау керек. 20 килограмм, 15 килограмм сенде артық салмақ. Саған азанмен тұру керек, жүру керек, фитнесқа бару керек, диетаға отыру керек. Сол моменте сенің мақсатың енді 15 килограмм артық салмақ тастау ғой. А сенің нәпсің не дейді? Жата тұр. Бүгін емес, ертеңнен бастаймыз, бүрсігінен бастаймыз, ештеңке жоқ. Сен сияқтылар жүр. Еще мынандай ғой, айтатындаршы, мен осыған күлкім келеді ғой. Бүйтеді ғой, хорошего человека бывает много деп қойып, өз-өздерін ақтап алады ғой аналаршы. И сонда получается, сенің нәпсің, сенің мақсатыңнан жоғары болып тұр ғой. Мақсат қайда қалды? Мақсат мына жақта қалды. Сенің нәпсің жеңіп кетіп отыр бұл жақта. Мақсатың артық салмақты тастау, бітті, уже сенің мақсатың қала бастайды, нәпсің сені жеңіп кетеді. Ладно, бүгін бір торт жей салайыншы, мейлі ұйықтай салайыншы, ертең жүремін, ертең тағы да отжимание жасаймын, бүрсігүні плаванияға барамын, бүгін мен напиток іше салайын, коланы, ештеңке қылмайды, диетаға отырмай-ақ қоямын, бүгін нанды жей салайыншы, ладно деген, ол сенің нәпсіңнің қалауы, но не мақсатыңның. Егер де сен мақсат қойдың ба, мен мынандай коррекция фигура жасаймын, значит, сен нәпсіңді жеуің керексің. Бұл жақта басқа выход жоқ та, либо сенің нәпсің жеңеді, либо сенің мақсатың жеңеді. Талдау, ары қарай и таңдау өзіңде де выбор за тобой, да. Екінші мақсат, мысалы, саған үй алу керек, пәтер алу керек, значит, не істеу керек? Саған ақша жинау керек. Бұл жақта опять-таки мақсат біздің қандай болады? Мен ай сайын, мысалы, сен миллион теңге, не болмаса 800 мың теңге, не болмаса 500 мың теңге сен айлық аласың. Значит, нәпсіні тию керек. Неден? Темекіден, коладан, кириешки, чипсы, киімнен, сонан кейін кафеден, туған күн тойлағаннан, қонаққа барғаннан, соның бәрінен түгел нәпсіңді тию керек та, именно сол ақшаны саған пәтерге жинау керек. Сразу жақша жиналмайды. Постепенно. Но оны өте қиын жасағанға. Сен, наверное, менімен келісесің. Талай жасап көрген шығарсың, бірақ неге жасай алмайсың? Сенің нәпсің жеңіп кетіп жатыр да. Ладно, мынаны құрта салайыншы, келесі айдан бастап жинайым дейсің. И сол келесі ай уже может быть 5 жыл болды, 10 жыл болды, мүмкін 25 жыл болған шығар, әлі сол пәтерді армандап сенің жүргеніңе да. Неге? Өйткені сенің нәпсің жоғары болып жатыр. Сенің өзіңнің мақсатыңнан. Сондықтан да бұл жақта тоже талдау өзіңде. Не сен мақсатты қойдың жоғары, не сен нәпсің сенің жеңіп кетіп жатыр да. Нәпсі деген ол переводтаған кезде эго. То есть эго очень высокое. Эго, когда бізде жоғары болған кезде, біздің көзіміз көрмейді, біздің құлағымыз естімейді. И біз ішіп қоямыз, айтып қоямыз, жеп қоямыз, боқтап қоямыз, осуждать етіп қоямыз адамды. Адамның қақсына кіріп қоямыз, карма жасап қоямыз, біздің тек қана нәпсіміз жоғары болған кезде. Ал егер де сен мақсатты өте жоғары қоятын болсаң, саған придется нәпсіңді жеңгенге. Сол нәпсіні жеңген адам сенің алдыңда дәп қазір видеоны саған айтып отыр. Когда-то номер 1 психолог мен Қазақстан бойынша болам деген. Когда-то 25 жыл бұрын мен өзіме сондай мақсат қойдым. Менде кедергілер өте көп болды. Нәпсімде кезінде жоғары болды. Менде ұрыстым, менде қырылдым елдің бәрімен. Когда менде неосознанно, санасыз өмір болған кезде сондай мен өмір сүрдім. Постепенно мен түсіндім. Тек қана мен өз-өзіме кедергі екенімді. Түсініп отырсың ба? И сол кезде мен нәпсімді сындыра бастадым. Нәпсімді жеңе бастадым да. Нәпсіні өлтіріп тастауға болмайды. Нәпсіні өлтірдің ба, сен өзің өлдің. Не істеу керек? Тек қана нәпсімен келісу керек. Айналайын нәпсі, эго. Сен қазір осыны іше тұр, жей тұр. Сен бүгін мынандай пәтерде тұра тұр. Мен ана үлкен пәтер алып алғанша. Өйткені қараңыздар, бізге мынаны түсіну керек. Біздің нәпсіміз ешқашан ештеңеге тоймайды. Тамаққа, ақшаға, сексқа, дүниеге, вообще ештеңеге тоймайды да. Сол моментте бізге саналы өмір керек. Именно саналы өмір сүру үшін четкий, конкретный инструмент бізге беретін тек қана сүтсай ғылымы. Осы сүтсай ғылымының арқасында біздің ұстазымыз Жанат Қожамжаровтың арқасында мыңдаған адамдар бүгінгі таңда нәтижеге жетіп жатыр. Егер де сен нәпсіңді жеңе алмай жүрсең,
онда міндетті түрде комментарий жаз, менің YouTube каналыма тіркел, өзіңнің достарыңмен бөлісіп кет. Егер сен в реальности өміріңді күрт өзгергің келсе, жеке бренд болғың келсе, саған өзіңнің нәпсің кедергі болса, онда прямой маған коучингқа жазыл. Міндетті түрде сенен бренд шығарамыз. Неге? Өйткені мен өзім бренд болып отырмын.